Баршаңызға сәлем. Бүгін қырыққабаттан, яғни капустадан салат дайындаймыз. Өте пайдалы, дәмі керемет болып шығатын салат. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен видеода көрсетілгендей етіп қырыққабатымызды ұзынша ұсақ етіп тураймыз. Қырыққабаттарымызды турап болған соң ыдысымызға салып, ендігі кезекте қиярымызды тураймыз. Қиярымызды видеода көрсетілгендей етіп ортасынан бөліп, төрт бұрышты етіп тураймыз. Ендігі кезекте сәбізімізді осылай күштен өткіземіз, немесе пышақтың көмегімен жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Сәбіз бізде үлкен емес, орташа көлемді болуы керек. Және де ас көкімізді ұсақтап тураймыз. Барлығын турап ыдысымызға салып алған соң, үстіне бір ас қасық алма уксусын, және де бір шай қасық тұзымызды, және де шамамен бір шай қасық тұзымызды саламыз. Және де 2 ас қасық сұйық май немесе зәйтүн майын қосып жақсылап араластырамыз. Мен осындай зәйтүн майын қостым. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Тәрелкеге салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте пайдалы әрі қолжетімді салат, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер сізге видео рецепт ұнаса, пікір қалдырып және де арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менің видео рецепттерімді алғашқы болып көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Дәметкен.